Assalamu alaikum qadrdonlarim. Mineki посуда гельлерді обзор qilib beraman. Baliq salib tekshiramiz hozir. Посуда gelga mineki stakanға bir qasıq посуда gel saldık. Mine екінші stakanға bizim kompaniyaның посуда gelini salamız. Но момент өліп қалды ма, сразу қараң міне қызлар, ой қазірше тірі екен, сразу түсе сала өліп қала қойды ма екен деп ойлаймын. Қазір мынадағы өледі, мынадағы тірі қалады дейді. Көреміз қазір сынап мінекей. Мынау біздің посуда геліміздің ішіндегі, мынау 5 литрлік посуда гелдің ішіндегі балық. Қазір екеуінің жағдайын көреміз. Химикат болса, химикат балыққа бірден тәсір етеді. Адамларға әстен тәсір етеді. Осы посуда геллерді айтып жатырды, қазір постоянно айтып жатырды, посуда гел пайдаланбаң, посуда гел пайдаланбаң, посуда гелде химикат бар. Асқазандағы ауруларды, кеселік, рақлардың бәрін осы посуда геллер келтіріп шығарып жатырды деп. Мына балығымызды қараң, мінекей уже 5 литрлік баклажкадағы гелдің балығы уже әстен слабиласып қалды, қараң. Бейшарам-ау, кешір мені. Мынаны қара, қандай жүртті, арқайын ойнап жүртті ішінде. Мына бейшара бір секіріп алды, тек енді халы жоқ. Өлтіре жағыңды біліп тұрып салғанам қиын екен, ай. Мына бейшара балықты аяғын. Міне елі, мошыны жүртті бұл тірі. Міне. Жаным, қимылда. Кетті. Әне адамлар, қараң, қызлар. Міне өздеріңіздің қожалығыңызды сіздер рак кеселігін өз қолдарыңызбен келдіріп шығарып жатсыз, қызлар. Ұлыма әйел адамлар, қараң, посуда гелге бірінші болып ахемет берің. Біздің компанияның посуда геліне қараң, міне балық қандай жүртті міне. Но все болды мінеке, тамам өлді. Бұл дегені балық тез өледі. Ал адамзат болса әстен рак кеселігін арттырып бара береді. Соның үшін мен сіздерді өзім компанияма мұрат етіп қаламын.